Сәлем достар, бүгін менде дастархан жаю процесі бойынша видеоролик түсірген болатынмын. Соңына дейін тамашалап, өздеріңіздің бағаларыңызды берулеріңізді сұраймын. Мен алдымен қазымды пісіріп, морозильникке, яғни тоңазытқышқа салып, осылай қатырып алдым. Себебі тураған кезде өте әдемі болып туралады. Одан кейін бетін пищевой арнайы тамақтың бетін жауатын пленкамен қаптап дайындап қоямын. Қалған ингредиенттерімді ысылай қонақтар келетін уақытта біртіндеп қойып қоятын боламын. Келесі протеинімізге дайын алтын ала мұздатқышта қатырып қойған самсаларымды кезегімен реттестіріп салып, қызып тұрған 180 градус пеште беті қызарып піскенше толық пісіріп алатын боламын. Самсам пісіп шыққанша енді салатты турайтын болам. Менде бүгін хрустящий баклажан салаты рецептісімен сіздерге де бөлісіп өте кетейін. Алдымен баклажанның сыртын жуып, одан кейін осылай сыртын ашитын арнайы құрылғымен сыртын ашып аламыз да. Өзіңізге қалаған формада турап, үстіне тұз сеуіп, одан кейін су құйып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін баклажанымызды бөлек салфетканың үстіне, марлиннің үстіне жайып, бойындағы суын сіңіртіп алып қоямыз. Осы кезекте мен помидорымды осылай қиғаштап, турап дайындап алып қоямын. Одан кейін үстіне алдын ала жуып, тазалап, суын ағызып, кептіріп, дайындалған рукола салаты. Мен екеуін алдын ала осылай дайындап қойдым. Қазір баклажан қуырылғаннан кейін барлығын осылай дастарханға қойып қоятын боламын. Мен баклажанды осылай бойындағы суын алу үшін осылай жайып дайындап аламын. Келесіде біз баклажанымызды арнайы осындай соуспен қуыратын боламыз. Себебі баклажанымыз өте ерекше қытырлақ болып шығады. Мұнда менде су, ұн және кукурузный крахмал бар. Үшеуін жақсылап араластырып, баклажанды осылай араластырып аламын да. Қызып тұрған майда қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мен Арой фирмасының осындай сладкий соусымен, помидормен, яғни қызанақпен рукола салатынды бір араластырып дайындап қоямын. Міне біздің баклажанымыз осындай болып, әп-әдемі болып, қызарып, пісіп шығатын болады. Бұдан артық қызартып пісіруге болмайды, себебі баклажан қатып қалуы әбден мүмкін. Міне дауысын өзіңіз естіңіз, қытырлап әдемі болып тұр. Енді бұл баклажанды сәл суытып алып, мен дайындалған салатының құрамына қосып, Аро фирмасының сладкий соусын пайдаланып, бір араластырамын да дастарханға жайлап қоя беремін. Салатым осындай әдемі болып дайындалып шыққаннан кейін мен фруктовый нарезканы кесемін. Осылай жеген өте ыңғайлы, өзіме әсіресе дастарханда да әдемі болып көрініп тұрады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Бұл фруктовый нарезканы әркім өзінің қалауы бойынша әртүрлі етіп, әсемдеп
тураса болады. Фантазияларыңызға қарай өзгерте бересіздер. Қонақ босағамызды аттаған кезде 10 несібесімен кіреді екен. Соның 9-ын қалдырып, жалғыз біреуі өзімен бірге алып кетеді екен. Себебі үйге келген қонақ құт болады дейді. Маған келген қонақтар қалай тез дайындаласын деп таңғалып жатады. Себебі мен қонақ келсе шынайы махаббатпен дастарханымды жаямын және балаларымда қонақты жиі шақырғанды өтініп ұсынып тұрады. Осындай қонақжайлық біздің қазақ қыздарымыздың барлығының бойында бар деп ойлаймын. Жалпы қонақжайлық біздің тек қазақтарға тән қасиет пе деп те ойлап қоямын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Астына комментарийге жаза кетіңіздер. Енді мен ішіне әртүрлі тәтті қышқылтым жемістерді салатын боламын. Себебі қазіргі күздің алғашқы айларында осындай тәтті жемістермен бойларымызға күш жинап, витаминде толтырып алуымыз қажет. Міне менде осындай әдемі фруктовый нарезка шықты. Енді қазір бұны дастарханыма апарып қоятын боламын. Біздің дастарханымыз осылай болып жайылды. Қазір жан-жағына тарелка, қасық шаңшыларымды да қойып реттестіріп шығатын боламын. Келесі кезекте қолдан өзім жасаған аштықсыз, яғни бездрожжевой нан. Ағзамызға өте пайдалы нандардың бірі. Менің каналымда бұл рецептісі бар. Жасап көрген жандар болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді айта кетіңіздер. Бұндай нандарға сұраныс өте көп. Аштықсыз, глютенсіз нандар қазір көп жандар сұраныспен арнайы пісіреді. Әсіресе асқазан, ішек құрылыс, бауыр өт жолдары ауыратын жандар бұндай нандарды көп тұтынады. Себебі дүкеннің аштыққа қосылған нанын жей алмайды. Сіздер де осындай аштықсыз нандарға өтулеріңізді сұраймын. Нанның сыртқы қатты қабығының өзі ағзамызға өте пайдалы. Достар, сіздерге бүгінгі менің құрдастарыма жайған дастарханым, шағын дастарханым ұнаған болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, және аямай лайк басып кетуіңізді сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды, себебі маған келесі видеоны шығаруға өте күш жігер береді. Мен соңына дейін видеоны тамашалағандарыңызға көп рахмет. Комментарий бөліміне өздеріңіздің тілектеріңізді, ұсыныстарыңызды жаза кетіңіздер. Міне менің бүгінгі дайындаған құрдастарыма арналған дастарханым дайын болды.